Сәлем достар, ДЖУНГЛИ заңы барлығына белгілі. Бұл жерде мықтылар өмір сүреді. Бұл видеода камераға түсіп қалған топ 7 жануарлар шайқасын көрсететін боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. ОЛТЫРАУЫН импалаға қарсы. Бұл кіші импаланың судың ортасына не үшін және қалай келгенін білмеймін. Бұл жалғыз импаланы көрген аш қолтырауын оған жаймен жақындай бастады. Импала қолтырауынан қашу үшін суға секіруден басқа амал жоқ еді және секірді де. Алайда қолтырауын импаланың артынан қуып жетіп алды. Бұл жерде қызықты жағдайдың бірі. СУСИЫР импалаға жәрдемдеспекші болды, алайда кешеді. Туристер екі арыстанның антилопаға шабуыл жасағанын бейнеге алған. Бір қарағанда антилопа дәрменсіз болып көрінген. Алайда антилопа өз мінезін көрсетті, орнынан тұрды және бар күшімен қарсылық көрсете бастады. Тіпті арыстанның біреуіне үлкен зақым жеткізді. Бұл текетіресте мінезі антилопа жеңіске жетті. Ал бұл бейнеде ГИЕНА тодаса жалғыз арыстанға шабуыл жасауда. Алайда көп күттіртпе арыстандар көмекке келді. Жолбарыстар тодасы ЖИРАФқа қарсы. ЖИРАФ өте күшті жануарлардың бірі. Оның негізгі қаруы оның күшті аяқтары. Алайда бұл текетіресте оған күшті аяқтары көмек бере алмады және жолбарыстар тодасы жеңіске жетті. Ал бұл күлкілі жағдай. Біз қояндардың бір-бірімен төбелескенін көре бермейміз. СУСИЫРлар қолтырауынға қарсы. СУСИЫРлар агрессивті жануар болып келеді. Олар отбасымен демалып жатқан бір кезде қолтырауын өз мінезін көрсетті. Бұған қарап тұра алмаған СУСИЫРлар қолтырауынға шабуыл жасай бастады және бұл текетірес қолтырауынның қашуымен аяқталды. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қазақ тілді арнаның дамуына көмектесе кетіңіз. Сіздермен бірге болған БЕГЕМОТ арнасы.